Bir айға созылған студенттер арасындағы 12-ші жазғы универсиада аяқталды. Жеңімпаздар анықталып, марапатталды. Айта кетейік, спорттық жарыстарға еліміздің 55 университетінен 3000-нан астам студент қатысып, 17 спорт түрінен бақ сынады. Универсиаданың жеңімпаздары осы жолы медальдық есеппен анықталды. 6 университет марапатталды. Команда бойынша бірінші орын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті иеленді. Жүлделі екінші орынға Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті табан тіресе, үшінші орын Есенов университетіне бұйырды. 2025 жылы 13-ші жазғы универсиада Тараз қаласында өтеді. Салтанатты шарада сайыс жалауы Дулат университетінің ректоры мен спортшыларына табысталды. Айта кетейік, спорттық жарысқа бұл оқу орнынан 96 студент қатысты. Біз соған сақадай сай дайын болып, сол жарысты өткізгіміз келіп отыр. Бұйырса 2 жылдан кейін біз осы универсиаданы жоғарғы деңгейде өтеміз деп дайын отырмыз. Біз 13 алтын, 9 күміс, 21 қола медаль алып, жалпы командалық есепте 4-ші орынға жайғастық. Жақсы спортсмендер, спортшыларымыз жақсы өнер көрсетті. Дүбірлі додада дүниежүзілік универсиадаға қатысатын спортшылар іріктелді. 90 студенттің тізімі шығарылды. Олар 28 шілде мен 8 тамыз аралығында Қытайда өтетін жарыста ел намысын қорғайтын болады. 21 жылмен салыстырғанда қазір өте көп студенттер келіп қатысты. Жаңадан келіп жатқан оқу орындары бар да, бірінші рет қатысып, бірінші рет көріп, осындай универсиада бар екен деп. Енді жалпы осы жарысты қорытындылай келе, жарыс жоғары деңгейде өтті. Ешқандай не болған жоқ, енді болады. Кейде жарыстарда протест жазады, түсінбеушілік болады. Енді ол спортта ондай жағдайлар болып тұрады. Бізде де енді болып тұрады, бірақ та ол сол жерде шешімін табуға тырысамыз. Сондай-ақ жарыс жеңімпаздары екінші рет өткізілетін Түркия елдері студенттерінің универсиадасында да қатысады. Сайыс биыл қыркүйек айының 20 мен 30 аралығында Түркістан қаласында өтеді. Жасұлан Мұхансұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.